Бәріңе сәлем достар. Бүгін бізде Pascal тілінен 3-ші сабақ. Біз алдыңғы сабақтарда integer және де real типтерін қарастырдық. Енді қазір мен сіздерге Pascal тілінің типтерін көрсететін боламын. Жалпы Pascal тілінің типтері осылар. Және мына жерде string деген болады. Integer бізге ең басты керек. Integer, real, boolean, char және string. Integer дегеніміз ол бүтін сандар. Бүтін сандар осылай. Байт дегеніміз ол 0-ден 255-ке дейінгі сандар. Оның қолданылатын таңбалары мынадай, осындай. Ort дегеніміз мынандай. Real дегеніміз ол бүтін емес сандар. Ал boolean дегеніміз логикалық операцияларға. Char дегеніміз ол символдар. Және string дегеніміз ол жол дейміз бе, қатар. Жалпы жазулар жазылатын, әріптер жазылатын тип. Енді біз бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол if, else, then деген атрибуттар дейміз бе, сондай. If, else, then деген атрибуттар. Жалпы Pascal тілінде бізде комментарий деген бар. Комментарий деген барлық тілдерде бар деп, жалпы барлық тілдерде бар комментарий дегеніміз. Комментарий дегеніміз не? Комментарий дегеніміз ол көрінбейтін кодта, көрінбейтін зат десек те болады. Мына жерге біз қазір любой зат жазамыз. If, else деге, сосын мынаған бассақ еш зат шықпайды. Себебі бұл дегеніміз не? Комментарий дегеніміз бұл жалпы көрінбейтін зат, просто өзіңізге ыңғайлы болсын жазып қоюға болады. Мына жерге есептің шартын жазып қоюға болады, мысалы, осының ішіне. Комментарий мынандай фигурный скобкамен жазылады, фигурный жақшамен осылай жазылады. Ал енді if else үйрете кетейін. Бірінші программнан бастаймыз. Программ nur дек айнымалылар бізде a, b және c деген айнымалы болады. Integer типіне begin және end. Енді if else-ті мен түсіндіре кетейін. If дегеніміз ол егер деген сөзді білдіреді. Ал сосын қазір егер және де else дегеніміз жоқ. Then дегеніміз так. Онда то тогда солай. Сосын else немесе дегенді білдіреді. Қазір бұның бар есеп шығару барысында түсінесіздер. Енді if else есепті жазып бастайық. Біз қандай есеп шығарамыз? Оның шартын қазір жазайын. Мына жерге Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы дейміз. Және мына жерге нұсқасын жазып кетейік. Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы. Біз осы сұраққа программаны жасаймыз. Ол жалпы былай болады. Егер сіз 1991 деп жазсаңыз, программа бізге дұрыс деп шығару керек. Ал егер 1991-ден басқа сан жазсаңыз, дұрыс емес деп шығару керек. Оның барлығы if және else деген атрибуттармен жазылады. Енді жазып бастайық. Write ln дейміз бірінші. Write ln мынаны көшіріп Ctrl-C, Ctrl-V және жауамыз. Read бұл бізде A болады. Мына жерде бізде қазір S деген айнымалы лишний болады. Сол үшін алып тастайық. Память көбейтпейік. Ал келесі бізде B айнымалысы тең болу керек 1991-ге. Себебі біздің жауабымыз 1991, сондықтан 1991 деп жазамыз. Енді біздің if атрибутымыз басталайын деп жатыр. If егер қазір егер
А тең болады b-ға, біздің жазған жауабымыз b айнымалысы 1991-ге тең болса, онда біз bright-ln дейміз, онда біз мынадай жазу шығаруымыз керек. Бұлай. Дұрыс деп шығаруымыз керек. Немесе дұрыс емес болған жағдайда else bright-ln, онда немесе біз онда былай жазамыз. Дұрыс емес. Анда былай жазып кетейік қазір. Енді нүктелі үтір жазамыз. Так, енді өзіміздің программамызды тексереміз. Ол үшін біздер выполнить деген басамыз. Қараймыз. Так, Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы 2003 деп көрейік. Дұрыс емес. Қайтадан Қазақстанның тәуелсіздік алған жылы. Так, бір дұрыс емес. Енді дұрыс жауабын жазып көрейік. Қазір 1991 десек дұрыс. If, else, then операторының атқаратын қызметтері осы да. Егер сіз дұрыс жауабын жазсаңыз, ол сіздерге дұрыс деп шығару керек. Немесе дұрыс емес жазсаңыз, сіздерге дұрыс емес деп шығару керек. Жалпы бұл if, else операторлары олимпиадаларда, мектептегі есептерде өте көп кездеседі. Осы көбінесе осы if, else операторлары келеді. Маған басқа сандар жазуға болады, бейсіп байына. Сөйтсек біз көп сан жазып қойыппыз, сондықтан аз сан жазамыз. Дұрыс емес дейді. Енді жалпы достар, бүгінгі сабақ аяқталды. Мен сіздерге if, then, else деген операторларды үйреттім және комментарий қойды үйреттім. Жалпы комментарийлер любой жерге қоя береді. Мен сіздерге айтпай кетіппін. Егер бір затты жасырып тастағыңыз келсе, кодта көргіңіз келмесе, бұлай жазып тастауыңызға болады, уақытша алып тастауға. Енді осы мен сіздерге бүгін комментарийді, if операторын, then, else операторларын үйреттім. Келесі сабақта біздер div және mod деген операторларды қарастыратын боламыз. Енді видео сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Сау болыңыздар.